Балалар, бүгін әдебиеттік оқу пәні сабағымыздың тақырыбы біздің сынып. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқуды үйренеміз. Өлеңдегі оқиғаға сүйеніп, өлең кейіпкерін сипаттауды үйренеміз. Сынып ережесін құрастыруды үйренеміз. Балалар, сендерге мына жерде жұмбақтар берілген, ендеше жұмбақтарды шешейік. Білім мен тәлім парақтап ашқанда, беттерінен мәлім. Жауабы балалар, күнделік. Ілулі тұр кең алаң, керегімді мен одан жазып алам көшіріп, сүртем сосын өшіріп. Ал балалар ойланыңдар, жауабы не екен? Әрине, тақта. Жұқа тақтай бөлшегі ұзындықтың өлшемі. Ал енді осыған жылдам ойланыңдаршы. Жауабы балалар, сызғыш екен. Сапар мен парта. Бір күні мен сыныпқа кіріп ем. Сапарға көзін аларта, көтерді басын бір парта. Жан-жағына қарап қойып, ернін кезек жалап қойып, сөйлеп кетті асырмастан, болған істі жасырмастан. Есіктен күзде аттап едім, онда өзім әппақ едім. Сапар келіп жайғасты, содан бірер айдасты. Кітабын басқа керегін, кеткенше сақтап беремін. Сонда да тыныш қоймады, бетімді сызып ойнады. Сапар деп жазды өз атын, болдым әбден тозатын. Айта берсем масқарақ, дәл желкемнен ұстап ап. Есіктен төрге сүйретті, сүйегімді күйретті. Сөйлемей парта көп артық, қарады көзін алартып. Үнсіз қалды сапарда, сол жерде мұрнын бір тартып. Өлеңнің авторы Адырбек Сопыбеков, Қызылорда облысында туған ақын. Айға сапар, айналайын, тағы да басқа көптеген кітаптары бар екен балалар. Енді біз бұл өлеңді жақсылап оқып алып, сапардың іс-әрекетіне сипаттап баға береміз. Өлеңнен қандай қорытынды шығаруға болады? Осымен жұмыс жасаймыз. Әрі қарай сенің сыныбыңда қандай заттар бар, оларды қалай күтіп жүресің? Осы туралы бүгінгі сабақта біз ой бөлісетін боламыз балалар. Енді қараңдаршы балалар, бізге бұл өлең мысал өлең түрінде берілген. Мысал дегеніміз шағын көлемді, оқиғалы, адамға сабақ боларлық, тәрбиелік, тағылымдық мәні бар шығарма. Балалар, әр сыныптың өзінің ережесі болады, Оқушы мектепке мектеп ережесіне сәйкес таза, ұқыпты, мектеп формасымен келу керек. Екінші, мұғалімдердің келісімсіз оқушыға сабақ уақытында сабақтан шығуға рұқсат етілмейді. Оқушы сыныптастарына және мұғалімге құрметпен қарауы тиіс. Сыныптағы заттарға өз затындай мұқият қарауы тиіс. Балалар, біз бірақ қазіргі таңда онлайн режимде оқып жатырмыз. Осындай біз мектепте жүргенде осы ережелерді мұқият жадымызда сақтап, осы ережелерге бағынуға тырысатын едік. Ал қазіргі кезде біздің өз тобымыздың қашықтықтан оқуға байланысты жаңа біздің ережелеріміз де пайда болды. Оны біз үнемі жадымызда ұстаймыз. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.